Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ененің тілі атты осындай баклажанды хрустящий етіп қорудың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны жоғалтпас үшін каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Біз алдымен баклажандарымызды және помидорларымызды дәл осылай жуып, екі жағын кесіп, барлық жерін тазалап алатын боламыз. Барлық баклажандарды дәл видеодағыдай етіп, жіңішке етіп, турап дайындап аласыздар. Барлығын дайындап аламыз. Онан соң помидорларымызды дәл видеодағыдай етіп, жіңішке етіп, турап кесіп алатын боламыз. Артық жерлерін, жаман жерлерін алып тастап, тазаланып, жуылған помидорларымызды дәл видеодағыдай етіп, турап дайындап аласыздар. Онан соң 2 дана жұмыртқамыздың үстінен аздаған шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң, туралған баклажандарымызды алдыменен оңға аунатып, сосын жұмыртқаға аунатып, сосын хрустящий болып шығу үшін осындай панировочный сухариге аунатып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп қайталап жасайтын боласыздар. Дәл осылай барлығын аунатып алғаннан соң, осылай панировочный сухариге аунатып, барлық жеріне осылай панировочный сухаримізді тегізіп алатын боламыз. Міне, аунатып аламыз барлық жеріне тегізіп. Барлығын осылайша дайындап аласыздар. Сонан соң қызып тұрған майымызға барлық баклажандарымызды бірме-бір сала отырып, қызыған майда пісіріп алатын боламыз. Кемінде 5 минуттай уақытта пісіріп аласыздар. Бірінші бетін, екінші бетін ауната отырып, қызартып қуыратын боламыз. Достар, менің каналымда өте керемет, пайдалы, қолжетімді рецепттер бар. Үй жағдайында жасалатын, үйдегі қарапайым заттармен жасалатын рецепттер өте көп. Каналыма кіріп, видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Дәл осылай баклажандарымыздың екі бетін қызартып, барлығын қуырып алғаннан соң, арасына помидорларымыз қойып орайтын боламыз. Міне, бірінші беті пісіп шыққаннан кейін, осылайша екінші бетіне аударып, барлық жерін бірдей қызартып қуыратын боламыз. Баклажандарымыз міндетті түрде пісетін болады, піспейді деп ойламаңыздар. Кемінде 5 минуттай уақыт қуырылады. Дәл осылай қуырып алғаннан соң, барлығын майынан сырғытып алып, тарелкамызға қоятын боламыз. Достар, видеоны жоғалтпас үшін міндетті түрде каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай баклажандарымыздың бәрін қуырып дайындап алғаннан соң, арасына мен майонезімізді қосатын боламын. Майонезімізді бірінші ыдысымызға салып, оның үстінен 2 тіше чесногымызды дәл осылай үккіштен өткізіп, барлығын араластырып, майонезді соус жасайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап алғаннан соң, осылай баклажандарымызды бірме-бір қойып отырып, үстінен жаңағы майонезді соусымызды дәл видеодағыдай етіп жағып алатын боламыз. Барлық жеріне жағасыздар. Осы соусымен дәмі өте керемет болып шығады. Менің жолдасыма өте ұнайтын салаттардың бірі. Енді помидорларымызды осылай жағып алғаннан соң, помидорымыздың ортасынан осылайша кесіп, жарты бетін дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қойып, жақсылап орап алатын боласыздар. Біреу деп қойсаңыздар да болады. Суы қатты шығып кетеді десеңіздер, жартысын қойсаңыздар да болады. Дәл осылай барлығын орап дайындап аласыздар. Өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Рецепт ұнаса міндетті түрде каналыма тіркеліп алып, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Алмагүл.